Азыр енді 3-ші күн келіп атырсыз, леченияға нәтижені естісем, мен қосып қуана беремен деймен. Келген уақытта аппетиті дым төмен еді, әмезатты таңлап жейді, ынжық еді деп атырсыз. Әмезатқа капризничті дедін еді дейсіз, бұл зоптың белгілері дедім, бала айыплы емес дедім. Просто интоксикация кетіп атыр, енді әзіргі жағдайын айтың өзіңіз. Қандай әзіргі өзгеріс? Бер ауқат дей береді, мен емлеп басылағаннан. Себебі дене голодный, да? Клеткаларымыз бар ғой, біздердің адам клеткадан, тоқымадан тұрады. Голодный. Және неуі? Аппетитлары ашылды, ұйқы жақсыланды, тыншыланды ма? Алдыңғыдағыдай қимылдысы несі азаяды, ынжықлығы азаяды, жақсыланды, е? Ауазыңыз естілмей атыпты. Жақсы, шүкір. Енді мен айтамын, кімге рахмет айтасың оның үшін? Алла Тағалама, кейіннен өзіңізге, себебі сілер қаледіңіз, балаңыз жақсы болған, кейіннен маған айтып